Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Әсел. Бүгін мен сіздермен игрушская самсаның тестасымен бөліскім келеді. Тіпті бұл самсаны заказға жасасаңыздар да болады. Өте дәмді, бір жегеннен сіздерге қатты ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге ең алдымен 500 грамм ұн, 500 грамм ұнымызға 250 грамм майымызды алып күштен өткізіп, осылай езіп аламыз. Ұнмен араластырып, бір қалыпқа түскенше. Жүз грамм сметанамызға 3 жұмыртқа қосамыз. 3 жұмыртқаның екеуінің сары уызын қосатын боламыз достар. Міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер. Осылай 3 жұмыртқамызды қосып, 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған ұнымызға салып, міндетті түрде әдемі қамыр илейтін боламыз. Міне осылай болып шығу керек. Жарты сағатқа немесе 15 минутқа тоңазытқышқа салып тындырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп, жұқалап жаятын боламыз. Достар, жайып болған қамырымызды осылай арасына кішкене ұн сеуіп, бүктеп бір шетке қоя тұрамыз. Екіншісін жайып болғанша. Осылай жұқа жайылған қамырымыздың бетіне 120 грамм майды ерітіп жағатын боламыз. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әрқашанда менімен бірге болыңыздар. Енді үстіне екінші қамырымызды, жаңа бүктеген қамырымызды жайып, оның да үстіне майымызды жағып, жақсылап орайтын боламыз. Міндетті түрде видеоға қарап жасаңыздар, сіздерде өте әдемі слоеный теста шығады. Міне достар, осылай ораймыз тығыздап. Осылай дайын болған тестамызды морозилкеге бір түнге немесе 3 сағатқа қалдырамыз. Дайын болған тестамыздан самса жасай береміз. Ас болсын достар.